Жандарбек Мәлібекұлы, егеменді Қазақстанның ел таңбасы 1992 жылы ресми түрде қабылданды, өзіңіз білесіз. Осыған орай 4 маусым мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Біздің рәміздер күні құтты болсын деп айтам. Әр уақытта біздің рәміздеріміз жастар үшін, халқымыз үшін, еліміз үшін жаңағы мәртебесін биіктетіп, рухын биіктетіп деген сияқты біздің тәуелсіздігіміздің бір тірегі болсын деген ниетпен сіздерге тілектесіп білдіріп отырып, енді Қазақстан мемлекеттік елтаңбасы жасаған Жандарбек Мәлібекұлы өз жасаған елтаңбасы артында қол қойылған значогын ұсынғысы келеді. Сақтап жүрсін деген ниетпен беріп отыр. Қайырлы болсын. Алхамдулилlah, жан-жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені, көк тудың желбірегені жаныма. Құдай құдіреті болса, ниетінде қабыл ет. Біздің еліміз, тәуелсіздігіміз мәңгілік бола берсін. Маған керегі